Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен Арайдың асханасы өте тойымды, дәмді тағамдардың бірі маш палау жасаймыз. Бұл тағамды көп адамдар біле қоймайды, өйткені бұл өзбектің ұлттық тағамдардың бірі болып саналады. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, пиязымызды сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Одан соң етімізді салып, тағы да 5 минуттай қуырып аламыз. Одан соң картоп сәбізімізді салып, тағы да қуырамыз. Осы орайда жақсылап жуылған машымызды саламыз. Маш көбінесе базарларда сатылады. Суымызды құйып, суымыз қайнап шыққаннан соң асты өте баяу отта 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Осы орайда дәміне қарай тұзымызды салуды ұмытпаңыздар. Мінеке 15 минуттай уақыт өтіп шықты. Машымыз суды өзіне тартып алды. Осы орайда күрішімізді саламыз. Суларыңыз аз болса, міндетті түрде үстіне су құюды ұмытпаймыз. Өйткені су күріштен асып тұруы керек. Мінеке осылай болуы керек. Осы орайда тағы да дәміне қарай тұз қосамыз. Ол жермен де видеоға түспей қалыпты. Міндетті түрде суымыз қайнап шыққаннан кейін асты өте баяу отта 1 сағаттай пісіріп аламыз. 1 сағат уақытымыз өтті. Екеуін жақсылап маш пен күрішті жақсылап араластырдық. Осылай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Өзіміз үй ішімізбен жақсы көреміз, және де аптасына міндетті түрде бір рет жасап дайындаймыз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.